Жезқазған қаласының Жастар көшесінде орналасқан. Қала тұрғындарының сүйікті демалыс орны Жастар саябағы. Бұл Жастар саябағында қала тұрғындары мен қала жастары дем алуды әдетке айналдырған. 2017 жылы жаңа жөндеуден өтті. Саябақ аумағы абаттандырылып, су бұрқақ жөнделіп, балалардың ойын алаңқайлары мен спорт алаңдары орнатылды және жасыл желектер отырғызылды. Бұл саябақта тек демалып қана қоймай, қала жастары ән айтып, өлең оқуды әдетке айналдырған. Кітапханамыздың жас оқырмандары поэзияны жанына тұмар еткен Жас толқын поэзия клубының мүшелері де осы Жастар саябағында өлең оқуды дәстүрге айналдырды. Бір соқмыз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жартпайды, жолда жоқ, жарместі жақсы демек. Ашуда, күлкі де жоқ, қайрат та жоқ. Тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз. Ғылым сол, үшеуінің жөнін білмей. Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жол барыстай қайратты. Қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанатым толған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ міне жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға